сіздің определенный действияларыңыз құр действие емес, непонятный жыбыр-жыбыр, олай емес. Качественные действия сіздің сознанияңызға, ақылыңызға, біліміңізге бағынып тұрған действия. Осы действияларды дұрыс тайм-менеджментке бағындыру арқылы жасайтын болсаңыз, сізде определенный качественный результат болады. Бәлки ол кішкентай болуы мүмкін басында, өзіңізді ол үшін ұрыспаңыз. Менде кішкентай ғана результат, мен сонша действие істедім, мен сонша нәрсе істедім. Әсіресе бізде бұл грантқа қатысып отырған ханымдар да болады. Бизнес-план жаздым, мен 3 ай бойы дайындалдым, мен өзімді прокачка еттім, өйттім, бүйттім, бірақ грант ұтпай қалдым соңында. Зато сізде опыт бар. Сіз өміріңізде бизнес-план жазып көрмегенсіз. Зато үйрендіңіз да, бірдеме жазып үйрендіңіз ең құрмағанда. Бір анализдер жасап үйрендіңіз. Ең құрығанда доллардың курсын салыстырып көрдіңіз, бір айдың ішінде. Ол да бір күшті білімдердің бірі ғой. Болашақта сізге қандай да бір инструмент бола алатын нәрселер. Мен білім алған жоқпын деп айту өте қате. Сіз по-любому бірдеңке өзгерттіңіз. Сіз по-любому бір өзіңізге қарай бір қадам жасадыңыз. Өзіңізді қай уақытта сіз құнды, өзіңізді қай уақытта сіз қымбат сезінесіз, сол жерде сіз өсесіз.